Керемет хабар! Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписациядан барын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Табатулланың қабырғаларын ұстасын. 7 баласы бар аналар ай сайын 100 000 теңгеге жуық жәрдемақы алады. Жыл басынан бері көп балалы отбасылар 135,4 миллиард теңге жәрдемақы алды, деп хабарлайды Қазақпарат. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, биыл көп балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақымен орта есеппен 540,7 мың отбасы қамтылды. Оның ішінде сәуір айында 548 мың отбасына 34,3 миллиард теңге мөлшерінде жәрдемақы төленді. Бұл мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған, немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасылар табысына қарамастан үміткер бола алады. Төлем мөлшері бала санына қарай есептеліп төленеді. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап балалы отбасыларға тағайындалатын мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері 8,5%-ға артқанын атап өтеміз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.